Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Қасқыр мен жігіт туралы ертегінің 3-ші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Жігіт алтынды ханға әкеліп береді. Хан дереу кемпірді шақырып алып, «Ал, сенің келмейді дегенің қайда? Мынау алтынды алып келіп қалды. Мен сенің басыңды алам», дейді. Кемпір: «Дат тақсыр. Ер кезегі 3-ке дейін. Мұны тағы бір жерге жіберіңіз. Өмірінде келмейді», дейді. «Ал, тез айт», дейді хан. «Айтсам, сіздің әкеңіздің бір қысырағының үйірі жоғалған. Сол қысырақтың үйірі осы күнде тағы болып кетті. Соны тауып айдап келсін», дейді кемпір. Хан мұны мақұл көрді. Шақырып алып жігітке тағы да айтты. Жігіт жылап әйеліне келді. Әйелі: «6 күнге рұқсат сұрап кел», дейді. Жігіт ханнан 6 күнге рұқсат сұрайды. Хан 6 күнге 6 күн қосып 12 күнге рұқсат береді. Әйелі жігіттің қолына жазуы бар бір таяқ береді. «Осы таяқты ал да көзіңді жұм, бетіңді осы солтүстікке қарат», дейді. «Содан соң мына таяқтағы дұғаны оқы», деп үйретеді. «Осы дұғаны оқып отырсаң, таяғың тура сол қысырақтың айғырына апарады. Айғырдың үстіне қарғып мініп ал. Басқа көзге төпеп үстінен түспе. Әрі-берден кейін айғырды қалай айдасаң, жылқының бәрі жиылып соның артынан ереді. Сонымен тура ханның ауылына бар», дейді. Таяқты алып, дұғаны оқып, жігіт айтқандай көк айғырға сарт еткізіп мініп алады. Айғыр мөңкейді, әрі-берден соң жөнге жүреді. Жігіт ханның алдына келіп: «Мына жылқыларыңды ұстап алыңдар», деп айғай салады. Өңкей тағы жылқы ауылды ойран-топан қылып қырып кете жаздайды. Хан: «Ойбай, керегі жоқ, елді қырады, тарт аулақ», деп азар да безер болады. «Керек жоқ болса жарайды», деп жігіт жылқыны қоя беріп қайтып келеді. Хан кемпірді шақырып алып, оның басын тағы да алмақ болады. Кемпір: «Ойбай, тақсыр дат», деп тағы да дат сұрайды. Хан: «Ал, датыңды айт», дейді. «Датымды айтсам, тағы жұмсаңыз. Осыны таба алмай өледі. Егер осыдан қайтып келсе, менің басымды алыңыз», дейді кемпір. «Ал, айт», дейді хан. «Айтсам, баяғыда сіздің әкеңіздің қырқына берген көк айғыр бар. Сол айғырды тауып алып келсін», дейді. Хан жігітті шақырып алып, дереу көк айғырды тауып алып кел деп әмір етеді. Жігіт әйеліне келеді. Әйелі: «Мұның жайын білмеймін. Енді енеңе бар, сол бір ақыл табар», дейді. Жігіт уайымдайды. Әйел айтады: «Бұған 3 ай сұра, 3 айдан кем бе таба алмайсың», дейді. Жігіт барып ханнан 3 ай сұрайды. 3 айдың үстіне 3 ай қосып хан 6 ай береді. Жігіт үйге келеді. Әйел айтады: «Сен келгенше хан мені қоймайды. Сен 40 күнге шыдасаң мұндай болмас еді», дейді. Жігіт қысылады. Айла азайды. Тағы да әйел айтады: «Қой, саспа. Сен енең берген қайрақты жерге қойып бір тепсең, ол не бол десең сол болады. 3 қабат үй сал деп тепте, мені сол үйдің астыңғы қабатына түсіріп кет», дейді. Жігіт қайрақты жерге қойып 3 қабат үй бол деп теуіп еді, 3 қабат үй болады. Соның ең астыңғы қабатына әйелін түсіріп, жігіт қасқыр қойнына жөнеледі. Қасқырдың қайнына ол жол жүріп кетеді. Сонымен бірнеше күнде қайнына келіп жетеді. Келген жұмысының бетін айтады. «Әй, балам-ай, бәрі өзіңнен. 40 күнге шыдасаң ғой, онда мұндай пәлеге душар болмас едің. Жарайды, хайыр. Енді ақыл табылар», деп қасқыр енесі күтіп жатқызады. Ертеңіне енесі мынадай ақыл береді. «Сен жатпа, балам.
Осыдан барсаң пәлен жерде ханның әкесінің моласы бар. Сол молаға барып ханның әкесінің қабірін қазып сүйегін жиып алып бесікке салып тербет. Сонан соң ол ойбай салады: тынышыңды алғыр, менде қайсыңның ақың бар, дейді. Сонда сен: мен емес, менің тынышымды сенің балаң алды, сенің тынышыңды мен алып отырмын, де. Сонда әкесі: баламның менде несі бар, дейді. Сен: балаң қырқыңа бір айғыр сойған екен, соны тауып бер деп жатыр. Сонда ол айғырды тауып береді, дейді. Айтқанындай жігіт қабірге келіп сүйекті бесікке салып алып тербете бастайды. Әрі-берден соң ол ойбайлап: тынышымды алма, дейді. Мен емес, менің тынышымды сенің балаң алды, мен сенің тынышыңды алып жатырмын, дейді. Жігіт: баламның менде несі бар, дейді әкесі. Балаң сенің қырқыңа айғыр сойған екен, соны менен даулап жатыр. Мен сенен сұрап отырмын, сен сол айғырды тауып бер. Ой, арманнан туған арам қатқыр, маған берген бір айғыры көп пе еді? Сұрайтын болса бердім, арамнан туған, деп айғырды көрден сыртқа лақтырып жібереді. Жігіт қараса, айғырдың артқы аяғы жоқ. Ойбай, артқы аяғы қайда, дейді. Оны маған берген жоқ, арамнан туғанға айт, бар. Бір санын әйелімен екеуі жеген. Жігіт айғырды жетелеп 2 айда елге келіп, ханға айғырды тапсырып, әкесінің сәлемін айтады. Сол кезде хан қарамағындағы барлық ұстаны жиып 3 қабат үйді бұздырып, 2 қабатын бұзып 3-ші қабатқа кірісіп жатыр екен. Барлық тапсырманы орындағаннан кейін хан ойланып, қатесін мойындап, кемпірдің басын алып, жігітке өзінің қызын қосып, орнынан түсіп тағым береді. Жігіттің әуелгі алғаны қасқырдың қызы емес, перінің қызы екен. Сөйтіп ол мұратына жетеді. Құрметті оқырмандар, сіздерге ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.